Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен шұжық қосылмаған сиыр етінен оливье дайындайтын боламын. Ең алдымен суға қайнаған картопты кішкентай етіп кубиктеп турап аламыз. Одан соң суға қайнаған сәбізді тураймыз. Одан кейін қайнаған жұмыртқаны тураймыз. Одан соң тұздатылған қиярды турап қосамыз. Сиыр етін алдын ала толықтай пісіріп аламыз, оны да дәл солай майдалап турап шығамыз. Үстіне қажетімізге қарай консервіленген бұршақ саламыз. Дәміне қарай тұз сеуіп араластырамыз. Салатқа майонез қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Салат дайын болды. Оливьені осылай етпен жасаған маған көбірек ұнайды. Сіздер де дайындап көріңіздер. Барлығыңызға ас болсын, сау болыңыздар.